Аяулы аналар, ардақты ұстаздар және асыл әжелер, сіздерді 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздер біздің өміріміздің шуағысыздар. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, табыс пен береке тілейміз. Армандарыңыз орындалып, күндеріңіз шаттыққа толы болсын. Мереке құтты болсын. Аман болса ана деген ардағың, күндей болып жарқырайды жан-жағың. Қуаныш пен бар қайғысын өмірдің, ана ғана көтереді салмағын. Барша ана құтты болсын мерекеңіз. Әрқашанда ана сізбен берекеміз. Ақтасақ ақ сүтіңді асыл ғанамын, сонда біз кісілікке теңесеміз. Бір өзіңмен бастап өмір жолдарым, жүрегіңді жүрегіме жалғадым. Өзің мына сыйға берген өмірде, ақ сүтіңді ақтап өту арманым. Ана, бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербетуші жер бетіндегі ең қасиетті адам. Оның алақаны тікенің өзін жұмсартып, асаудың өзін жуасытар құдіретке ие. Жүрегінің кендігі сондай, өзінің баласына ғана емес, әлемнің баласына да орын бар. Өйткені ана мен бала бір-бір үшін жаралған қос сөздегі бір ұғым. Құрметті аялау ұстаздар және мектептің арулары, сіздер 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Құрметті аналар, арулар және ұстаздар, сіздерді көктемнің шуақты мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Көктемнің әр күні шабыт пен бақыт сыйласын. Мерекелеріңіз құтты болсын.